Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Менделеевтің периодтық жүйесіндегі негізгі топша элементтерінің жалпы сипаттамасы. Пәні сынамалар мен реактивтерді жұмысқа дайындау. Жалпы жаңа сабағымызды бастамас бұрын фронтальды сұрақтарға көшіп өтсек. Элементтер периодтық жүйеде қандай белгілеріне қарай орналасқан? Периодтық жүйе қалай құрылған? Периодтық жүйеде атом радиусы зарядының артуына байланысты элементтердің қасиеттері қалай өзгереді? Сабақтың мақсаты атом құрылысы туралы ілім тұрғысынан периодтық заң және химиялық элементтердің периодтық жүйесінің маңызын студенттерге түсіндіріп, білімдерін қалыптастыру. Химиялық элементтердің атом құрылысы туралы алған білімдерін әрі қарай жетілдіру. Жалпы химиялық элементтердің периодтық жүйесі дегеніміз не? Элементтердің әртүрлі қасиеттерін, атом ядросы зарядына тәуелділігін белгілейтін химиялық элементтердің жіктелу реті. Жалпы периодтық кесте 8 топқа жіктелген. Периодтық кестеде қазіргі таңда 118 элемент белгілі. Бұл жүйе атақты орыс химигі Менделеевтің 1869 жылы ашқан периодтық заңының графикалық түрде бейнеленуі болып табылады. Оның бастапқы нұсқасы Менделеев 1869 және 1871 жылдары шығарған еді. Және бұл нұсқасында элементтер қасиеттерінің олардың атомдық салмағына тәуелділігін көрсеткен еді. Периодтық жүйесінің құрылымы. Қазіргі кездегі периодтық жүйеде барлық элементтер рет бойынша нөмірленген. Элементтердің нөмірін реттік немесе атомдық нөмір деп атайды. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін құрастыруда негізгі принцип барлық элементтерді периодтар мен топтарға бөліп орналастыру. Әр топ өз кезегінде негізгі және қосымша топшаларға бөлінеді. Топшалар элементтер өзара химиялық қасиеттері жағынан ұқсас. Периодтар период деп сілтілік металдан басталып, инертті газдардан аяқталатын, яғни салғырт газдардан аяқталатын элементтер қатары. Көріп отырғандай, кіші период болады және үлкен период болады. 1, 2, 3 периодтар кіші периодтар. 4, 5, 6 үлкен периодтар. 7 ол аяқталмаған периодтар. Периодтар горизонталь қатардан тұрады. Периодтық жүйеде 7 период бар. Олар рим сандарымен белгіленген. 1, 2 және 3. Үшінші периодтар бір қатардан тұрады және кіші периодтар деп аталады. 4, 5, 6, 7. Жетінші периодтар екі қатардан тұрады. Оларды үлкен периодтар деп атаймыз. Бірінші периодта 2 элемент. Екінші периодта және үшінші периодта 18 және 32 элементтер белгіленген. Қатарлар. Периодтарда араб сандарымен белгіленген 10 қатар кіреді. Үлкен периодтардың жұп қатарларында 4-ші, 6-шы, 8-ші және 10-шы тек металдар тұр. Және бұл қатарлардағы элементтердің қасиеттері аздап қана өзгереді. Үлкен периодтардың тақ қатарларындағы элементтердің қасиеттері, яғни типтік элементтердің сияқты солдан оңға қарай өзгереді. Топтар. Тігінен орналасқан элементтердің қатарын топтар деп атайды. Периодтық жүйеде 8 топ бар. Олардың нөмірі рим сандарымен белгіленген. Топ нөмірі элементтің ең жоғарғы тотығу дәрежесі не сәйкес келеді. Фтордың тотығу дәрежесі әрқашанда -1-ге тең. Мыс, күміс, алтынның тотығу дәрежелері +1, +2, +3-ке тең болады. Ал 8-ші топ элементтерінің тотығу дәрежелері +8. Яғни ол рутений мен ксенонға тән екен. Блоктар. Тік сызықтар кестеде периодтарды бөліп тұрады. Паули принципіне сай әрбір электрон қабығының сыйымдылығы 2π2. Ал ондағы орбиталь сыйымдылығы 2. Бұдан әрі периодтың сыйымдылығы 2, 8,
8, 18, 32, 32. Яғни блоктар S, D, P, F. Әр периодтың басы жаңа мәніне сай келетін S элементтен басталады. Соңы P элементтерден аяқталады. Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің маңызы. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі, периодтық заңның графиктік бейнесі. Олар өзара тығыз байланысты, бірін-бірі толықтыра түседі. Екеуі де химиялық элементтерді материя дамуының бір сатысы деп қарап, олардың арасындағы табиғи байланысты ашады. Периодтық заң химия ғылымына яғни жатпайды. Ол бүкіл жаратылыстану және табиғи ғылымдарының ортақ заңы. Яғни сонымен ол байыта түседі. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі ашылған кезде көптеген элементтер белгісіз еді. Менделеев аса үлкен болжампаздық жасап, олардың кейбіреулерінің қасиеттерін сипаттаған болатын. Мысалы, галлий 1875 жылы, скандий 1879 жылы, германий 1885 жылы ашылды. Менделеев есептеу жолымен анықтаған сипаттамалары олардың тәжірибе жүзінде анықталған шамаларына сәйкес келеді. Периодтық заң ашылған кезде белгісіз бекзат заттар, яғни қасиеттеріне қарағанда галогендер мен сілтілік металдар арасынан орын алды. Сонымен қорытындылап жерсек, химиялық элементтердің периодтық жүйесі периодтық заңның графикалық бейнесі. Олар өзара тығыз байланысты, бірін-бірі толықтыра түседі. Екеуі де химиялық элементтерді материя, яғни зат дамуының бір сатысы ретінде қарап, олардың арасындағы табиғи байланысты ашады. Периодтық заң химия ғылымына ғана жатпайды. Ол бүкіл жаратылыстану және табиғи ғылымдардың ортақ заңы. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі ашылған кезде көптеген элементтер, яғни біз айтқандай белгісіз болды. Оны, яғни 1869 жылы Менделеев ашқаннан кейін белгілі, анық болды. Жаңа сабақты бекіту сұрақтарына назар аударсақ. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін кім ұсынды? Химиялық элементтердің периодтық жүйесі неше период бар? Жалпы элементтер нешеге бөлінеді? Топ нөмірі неге сәйкес келеді? Химиялық элемент дегеніміз не? Үй тапсырмасы 2-ші, 3-ші, 7-ші есеп, 64-ші бет, 2-ші әдебиет. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.